Ғашықтық па? Ғашық та бола білгем. Бірақ жанға ғашықпын бала күннен. Жанарым мен сүйемін. Жанарым. Бала күннен деймісің? Алайықшы, оны сағынасың ба? Сағыныш па? Айтшы, қалай оны тауыса аламын? Сағынғанмын, шөлдеген, аңсағанмын. Ақыры, шаршағам құрбым, шаршағам. Неге мен бәрі жек көреді? Неге мен бәрі ренжіте береді? Неге осыны түсінбей-ақ қойдым? Бәлкім түсінбейтін де шығармын. Әлде расымен кінәнің бәрі өзіңнен бе екен? Өз-өзіңді жақсы көр. Мейлі біреу сені дұшпан санасын. Мейлі біреу жаман көзбен қарасын. Сен оларға жақсы көзбен қарайсың. Сонда олардан жоғары боласың. Бұл өмірде неше түрлі адам бар. Сен туралы әй жоқ, біз туралы білмей жатып жамандар. Мына сені жек көреді біліп қой. Өзін жақсы көре алмаған адамдар. Елің үшін төгілсе егер ащы тер, жақсы адамдар еңбегіңді жақсы дер. Сені жақсы көрсін десең барлығы, ең алдымен өзіңді жақсы көр. Сені жақсы көрсін десең барлығы, ең бірінші өз-өзіңді жақсы көр. Көтер қане басыңды, күніңді босқа өткізбедің. Тағдырың неге сыр айтты саған? Өмірдің барлық сәтсіздіктері бақытсыздық деп кім айтты саған? Кім айтты саған тұлпарды сүрінбейді деп, ақ көйлек кірлемейді деп, асауды мінілмейді деп, қара ешкім жүген гүлді қайта гүлдеп шықпайды деп. Кім айтты саған, жұрттың бәрі мейірбан арайлы деп, жұрттың бәрі шындықты қалайды деп. Қиналып бекер алаңдағын-ау, ойыңды шығар өріске. Өмірдің барлық сәтсіздіктері бақытсыздық емес, ендеше. Бақытсыздық емес, ендеше. Тағдыр бізге жіберсе де тағы күз, қыс кетіп көктем жетсе де әлі мұз. Бәрі жақсы болады, тек ол үшін жақсылыққа толы болсын жанымыз. Біз пендеміз, бір Алланың құлымыз, саған ғана қарайды әркез күніміз. Бәрі жақсы болады тек ол үшін, қолдай білсек бірімізді біріміз.